сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. 2006 жылдан бастап елімізде шілденің 6 жұлдызы елорда күні ретінде атап өтілуде. Бүгінгі Нұр-Сұлтан қаласы тәуелсіз Қазақстанның елордасы, отанымыздың жүрегі. 1999 жылы ЮНЕСКО-ның шешімімен елордамыз әлем қаласы атағына ие болды. Нұр-Сұлтан бұл болашаққа бет бұрған жарқын қала. Әр елдің астанасы, сол елдің төлқұжаты. Елорда күнін атап өтуге арналған іс-шаралар аясында Ботай музей-қорығы Нұр-Сұлтан болашақтың қаласы тақырыбындағы кітап және фотокөрме ұйымдастырды. Оқырмандар назарына Қазақстан Республикасы президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың ел астанасының атауын Нұр-Сұлтан қаласы деп атау туралы жарлығы. Астана жан жүрегім, Астана Қазақстанның жүрегі, Астана ескерткіштері мен монументтері, Астана ән қанатында атты кітаптар, елбасының елордамызға қатысты күрделі шешімдері, сәулет саласындағы ізденістері, қаланың болашағы туралы ойлары, өлкенің аңыздары мен жер-су атаулары, ел астанасының бедері мен әсемдігі, бір сөзбен айтқанда, жаңа елордаға арналған ойлары мен істері жазылған кітаптар, Нұр-Сұлтан қаласы туралы көркем фотосуреттер ұсынылған. Нур-Султан – это столица, которая воплощает мощь, динамичное развитие и стабильность. Его называют жемчужиной казахстанской степи. Сотни тысяч туристов ежегодно приезжают насладиться местными красотами. Елорда сегодня – это сердце Казахстана. Наша столица – молодая, динамично развивающий город. Визитная карточка нашего государства. Она стала центром евразийского пространства, принимая различные форумы, конгрессы и другие мероприятия международного значения. Елорда – это наглядный пример развития нашего независимого государства. Главная визитная карточка столицы – комплекс Байтерек. Он был воздвигнут в 2002 году и выглядит как крепкое дерево из стали и бетона высотой 105 метров, символизирующее собой государство, которая сохранила исторические корни, имеет прочную опору и стремленно к процветанию в будущем. На высоте 97 метров в Байтереке расположена художественная композиция «Аялы Алакан» «Заботливые руки», где есть оттиск правой руки первого президента. Также в нем размещен деревянный глобус, на котором поставили автографы представителей 17 религий мира в знак единства всех религий. Другие уникальные архитектурные сооружения столицы тоже достойны вашего внимания. Дворец мира и согласия в форме пирамиды, торговый центр в виде шатра Хан-Шатар, самый удаленный от моря океанариум Думан, театр оперы и балета, мечеть Хазрет Султан и многочисленные архитектурные ценности, музеи и культурные центры.